Сәлеметсіздер ме? Біз Түркістан облысы Шардар ауданы Мәулен Қалмырза атындағы номер 3 мамандандырылған мектеп-интернатының 8 және 10 сынып оқушыларымыз. Мен өзім Бақтияров Жанболат, Пердебай Нұрдәулет және Амангелді Даниал. Біздің негізгі мақсатымыз судың астында қоқыстарды тазарту және де браконьерлерді азайту және де оларға қарсы шабу. Біздің роботымыз Lego F3-ден жасалған, онда бір хаб, 2 средний мотор және 2 арақашықтық датчигі бар, және оны байланыстыратын кабельдері бар. Және біз 2 дөңгелегін олардың 3D-мен жасадық, және өзінің осы суға батпайтын аралықта турбохаммер істедік. Өздеріңіз көріп жатқандай суға батпайды. Осындай кедергілерді соқтысқанда ол өзін басқара алады да бұрып жібереді. Бұл ешқандай кедергіде тұрып қалмайды. Бұл негізгі бұның атқаратын қызметі судың астындағы қоқыстарды тазартып, және де браконьерлер балық аулап балықты азайтып жатқанын көрсек, бірден бізге сигнал түседі. Сол арқылы біз оны біліп отырамыз. Негізгі мақсаты сол. Енді біз роботымыздың жұмыс барысын көрсек, суға салып көрсетейік. Суға батпайды. Біз өзіміз суға салу арқылы басқаралап, боқалар бастайды. Қозғалуға қандай жерлерде қалып қоймайды. Өздеріңіз көріп жатқандай, басқаралап. Ал енді бұл роботтың жұмысын және де мақсатын қорытындылай келе айтқымыз келетіні, біздің өзіміздің Шардарада сіздер білетіндей су бар, яғни туризм саласы да жақсы дамыған, және бұл жақта қоқыстар, біз жағада қоқыстар жинай алатын болғанымызбен теңіз түбіндегі немесе ортадағы қоқыстарды жинай алмаймыз. Бұл робот ол қоқыстар жинайды, және де бұл робот арқылы біз өз суымызды таза ұстап және халық денсаулығын жақсартқымыз келеді. Суымыз таза болса, деніміз де сау болады.